Гүлжанның аузын жапқан Расылбек бүгінгі қосылайық реалити шоуында күтпеген қызықты оқиға орын алды. Бағдарлама жүргізушісі Балауса ханым студияға Маржан есімді қатысушыны шақырды. Маржанға таңдау жасаған ешкім күтпеген үміткер келді деп хабарлады. Бұл үміткер көпшілікке танымал блогер Гүлжан болатын. Гүлжан студияға кірген кезде барлық қатысушылар таңданыстарын жасыра алмады. Оның танымалдылығы мен мінезі қосылайық қатысушыларының назарын бірден аударды. Бірақ Гүлжан студияға кірген бойда қатысушылармен айтысып қалды. Ол қойылған сұрақтарға дөрекі, бірақ нақты жауап беріп, өзінің мінезін көрсетіп үлгерді. Тіпті тәжірибелі қосылайық ардагері Сержанның өзі Гүлжанмен сөз таластыруда жеңіліс тапты. Гүлжан студиядағы барлық жігіттерді сөзбен жеңіп, өз пікірін дәлелдеп шықты. Алайда қатысушы Расылбек Гүлжанға лайықты жауап қайтарып, оны сөзсіз қалдырды. Расылбектің айтқан сөздерінен кейін Гүлжан үнсіз қалып, алғаш рет өзіне қарсы дәлел айтқан адамды мойындағандай болды. Желі қолданушылары жарыса жазды. Келген үміткер бала молодец. Бәрінің аузын жапты, риза боласың. Бір сілкіп алдың молодец Гүлжан, оларға сен сияқты үміткер ұнамайды. Сержан өшіп қалды ғой. Ой, мына жігітті ай молодец. Сержанның аузы жабылды ау. Расылдың жауабына көңілім толды. Молодец Расылбек. Мына баланың сөзі нық-нық екен. Қосылайықтың жігіттерінің қытығына тиіп отыр. Қарап отырып менің нервім ауырып кетті. Сәтдәулет дұрыс айтады. Тәуір емес жігіт. Үстіне су тигізбейді, сымаңдаған тайғақ жігіт қой мынау. Гүлжан молодец, базар жоқ. Бәрінің аузын жауып, бір жерлерін ояттың. Ризамын, бүгінгі эфир ұнап отыр. Деп жарыса жазды желі қолданушылар мен көрермен қауым. Естеріңізге сала кетейік, басқа қатысушылар мен Гүлжанның пікірталасы жалғаса берді. Оның өткір мінезі мен батылдығы студиядағы атмосфераны қыздырып жіберді. Көрермендерге бұл сәттер ерекше әсер қалдырып, қосылайықтың ең қызу әрі есте қаларлық күндерінің біріне айналды.